Абай атам бекер айтпаған ғой, қазақтың тіріде сөзден аманы жоқ, өлгеннен кейін жаманы жоқ дейді да. Иә. Бәрі өлгеннен кейін жақсы адам еді. Тірі күнінде де бір жаман не қылсай құрсын. Иә. Қастерлей берсе адамды. И так та бір-бірімізге қонақпыз ғой, ертең сен де кетесің, мен де кетем. Ешкім қалып қоймайды ғой. Мен сенің дүниеңнен ештеңе алып атқан жоқпын. Беріп атқан адам басқа біреу. Сенің небесі бидайын күйіп жатыр. Өзің бере алмадың ба, үндеме ақ қой. Білмеймін енді, соның өзін бір жыр қылып айтатындай қылып. Қоғам жаңағы Мағун сүресінде келеді ғой. Олар міскінді тамақтандыруға қызықтырмайды. Иә. Сол жердегі шархын тосқауыл болады. тәпсірін оқысаң, өзі бермейді дейді. Біреу барып бір кедейге беріп жатса, оған да кедергі болады дейді. Неге беріп жатсың, не істейсің деген сияқты ше. Өзің бермедің, жасамадың сонша отырсай. Сондай біреудің қолын байламай. Өмірі өтіп жатыр талайлардың, өмірін талқылаумен өзгелердің деген сол ғой. Істейтін шаруасы жоқ, жатып алып әркімді өсектеп, жазып, бос уақыт көп та, сосын шайтанға беріле береді. Шайтанның ең үлкен әскерлері қолы бос адамдар ғой негізі.